Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Бүгін біз сіздерге дәрі-дәрмексіз қалай 10 кило тастауға болатындығы жөнінде айтатын боламыз. Әйелдер қауымы той-думанға, кешкілік отырыстарға шақырту қағазы келген күннен бастап ойлана бастайды. Енді қалай салмақ тастасам болады? Тойға дейін арықтауым керек деп бастарын қатырады. Сөйтіп кейбірі дәрінің көмегіне жүгінсе, енді бірі тез арықтататын диетаны ұстанып жатады. Мұндайда әрине ағза зардап шегеді. Бірақ біз бұған мән бермейміз. Ал дәрісіз 10 келіден арылуға болады дегенге сенесіздер ме? Бірақ бұлайша арықтауға өзіндік шарттары бар. Ең алғашқысы кешкі 6-дан кейін тамақ жемеу. Сонымен қатар қанттың орнына жеміс-жидектермен алмастыру керек. Үзілістерде йогурт, қышқыл сүт өнімдерін ішуге болады. Тәтті күлшелерден үзілді-кесілді бас тартасыз. Екінші шарт, бір орында отырып жұмыс істемеу. Үнемі қозғалыста болу. Күні бойы компьютер алдында отырып жұмыс жасайтын болсаңыз да, арасында жаттығулармен айналысуды ұмытпауыңыз керек. Үй жағдайында да физикалық жаттығуларды жасау артықтық етпейді. Осылайша күні бойы қозғалыста жүрсеңіз, өзіңізді ауыр диеталармен қинаудың қажеті жоқ. Барлық тағамнан ауыз тиіп, мөлшермен жеуге болады. Үшінші шарт, тағам құрамындағы минералдарға, дәрумендерге көңіл бөлу. Жалпы тәттілердің артық салмақ қосатынын, бойында дәруменнің жоқ екенін білеміз. Сол себепті де майлы тағамдардан, тәтті десерттерден бас тартуға тура келеді. Мұндай жағдайда майдың орнын толтыру үшін бір қасық балық немесе өсімдік майын ішуге болады. Бұл майлардың дәріханалардан сатып ала аласыз. Тағам құрамында көмірсулар аз болса, онда таңғы асқа міндетті түрде күріш ботқасын әзірлеңіз. Бір аптада 10 келі салмақтан арыла салу оңай шаруа емес. Сондықтан да өз-өзіңізге сенімді болсаңыз, тәулігіне 40-45 минут жаяу жүруді де ұмытпаңыз. Ал белдегі, қарындағы, бөкседегі жиналған майлардан арылу үшін арнайлы жаттығуларды жасайсыз. Мұндай жаттығулармен күн сайын 30 минут айналыссаңыз жеткілікті. Осындай шарттарды орындағанда ғана сіз денеге жиналған артық майларды жоя аласыз. Ол үшін сізге табандылық пен сенімділік қажет. Жоғарыда айтылғандарды бұлжытпай орындайтын болсаңыз, 10 келі салмақ бір аптада жоқ болары сөзсіз. Ас содасымен ванна қабылдап көріңіз. Бұл тәсілді дәрісіз-ақ майларды ерткісі келетін қыз-келіншектер тәжірибеден өткізіп көруіне болады. Ас содасын үй-бикелер күнделікті тағамға пайдаланатындықтан, оның қаншалықты майды кетіретінін жақсы біледі. Мәселен, ас содасы қасыққа тұрып қалған қақты, қазанның күйесін, газ плитасының бетіндегі дақтарды оңай кетіреді. Айналып келгенде мұның барлығы тағамнан қалған, шашыраған майлар емес пе, яғни ас содасы майды кетіреді дегенге күмәнмен қараудың қажеті жоқ. Олай болса, ас содасымен қабылдауға болатын ваннаны ұсынамыз. Ванна қабылдауға 300 грамм ас содасы, жарты келі теңіз тұзы, жылы су қажет. Барлығын жақсылап араластырып, ваннаға құйылған 38-39 градустағы суға саласыз. Егер басында су ыстықтау болса, салқын су қосуға болады. Мұндай ваннаны бар болғаны жарты сағат қабылдау керек. Ас содасы мен теңіз тұзы қосылған ваннаны қабылдау кезінде тек артық майлардан арылып қана қоймайсыз. Целлюлитке қарсы кереметтей қасиеті бар екенін де айта кетейік. Алайда бұндай ваннаны барлық адамдарға бірдей қабылдау ұсынылмаған. Ең алдымен дәрігермен ақылдасып алып, содан кейін ғана ванна қабылдауға бастаңыз. Әсіресе жүрек қан-тамыр аурулары, варикоз болған жандарға, тері аурулары мен гинекологиялық аурулары бар жандарға қабылдау ұсынылмайды. Кофемен де семіздіктен арыла аласыз. Кофенің құрамында пайдалы заттар өте көп. Кофенің зат алмасу реттеп, артық майды ерітетін қасиеті бар екенін біз біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Ең керемет қасиет кофе. Қатерлі дерттің алдын алады. Кофені күн сайын мөлшерімен ішетін жандар ракпен ауырмайтынына сенімді болса болады. Себебі кофеде антиоксиданттар басқа тағамдарға қарағанда көбірек екен. Сондықтан да кофемен арықтауға болатын тағы бір рет ескерткіміз келеді.
Кофе ашқарақтықты жояды, яғни ашығуды басады екен. Сонымен қатар сергектік сыйлайды, күш-қуатыңызды арттырады және қан айналымды жақсартады. Құнарлылығы төмен болғандықтан да ешқандай диетасыз азуға көмек береді. Кофенің әсерінен майлар әдеттегіден де жылдам жиырылып, қарныңыздың ашқанын да ұмытасыз. Кофенің осындай пайдалы жағымен қатар денсаулыққа зиянды тұсы да жоқ емес. Бұл дәмді сусын күн сайын ішкен соң жүрек қан тамырларына салмақ түседі, ағзадағы кальций азаяды. Ұйқысыздыққа шалдығуыңыз да ғажап емес. Аш қарынға кофе ішкен жағдайда асқазан қыжылы пайда болады. Дегенмен, сұлу болу үшін құрбан ете білу керек деп бекер айтылмаса керек. Осы берген кеңестеріміз сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.